Өзіміз отырып шай ішейік. Сәлем достар, мен Күнеки Нұрлан, қаржылық кеңесшімін және шай ішейік рубрикасына қош келіпсіздер. Бұл рубрикада қаржы саласына байланысты экономика, жеке бюджет, отбасылық бюджет және де басқа да қызықты тақырыптарға байланысты талқылау жүргіземіз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзекті болып келеді. Бұл дегеніміз қосылған құн салығы, яғни НДС. Қарап отырсаңыздар, қазір Қазақстанда НДС сұрағы, қысқартып айтсақ КХС. Негізі қазақша қысқартулар өте дөрекі естіледі. Қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып жіберіңіз. Енді ары қарай видеода тек НДС деп айтып өтейін. Айып етпеңіздер. НДС-қа байланысты қазір көптеген диалогтар, көптеген рилс эксперттердің көзқарасы, бұқаралық ақпарат көздерінде қарқынды талқыланып жүрген сұрақ болып келеді. Ал енді сол қосылған құн салығы, яғни НДС дегеніміз не дегеннің алдында сіздермен бірінші салықтың не екенін қарастырып өтірейік. Өздеріңіз білетіндей, тарихта, кітаптарда хандар негізі өзінің қол астындағы халқынан алым салық жинайтын. Мысалы, жаулап алған жерлерден де салық жинайтын. Салықтың ең басты мақсаты бұл республикалық бюджетке, қазынаға жіберетін ақша. Бұл ақша жиыны ол мемлекеттің қызметін жүзеге асыру мақсатында қолданатын ақша қаражаттар. Бұл дегеніміз мысалы ол мемлекеттің инфраструктурасын даму үшін, білім алу, медицина және де басқа салаларды дамыту мақсатында жұмсалатын ақша қаражаттар болып келеді. Бұның енді басты мақсаты мемлекет негізі халықтан салық алады. Ол халық жеке тұлға және заңды тұлға. Жеке тұлға орысша физическое лицо, заңды тұлға юридическое. Барынан салық алып, сол салықты сол мемлекеттің жағдайын жақсартуға жұмсау мақсатымен. Қазақстанға келетін болса, Қазақстанда тек қана салыққа қарап отырған жоқ, біз мемлекеттің басқа да табыс көздері бар. Бірақ ең басты жиі кездесетін табыс көзі мемлекет үшін табыс емес тіпті. Оның өзінің қызметтерін жүзеге асыру мақсатында қолданатын ақша қаражаттар жиынтығы сол салық, салымдар болып келеді. Ал енді сол салық негізі категориясы бойынша тікелей және жанама салық болып бөлінеді. Тікелей салық деген, егер мысалы сіздің өзіңіз машинаңыз болса, автокөлігіңіз болса, сол автокөлік үшін сіз автокөлік салығы, транспортный налогты төлейсіз. Бұл тікелей салық болып келеді. Егер сіздің жеріңіз болса, жылжымайтын мүлігіңіз болса, квартираңыз болса, қандай да бір сарайыңыз болса, сол сарайыңыз үшін де сіз имущественный налог, сол жеке дүние мүлік салығын да төлеп отырасыз. Бұның барлығы тікелей салық болып келеді. Ал жанама салық дегеніміз, жанама, яғни косвенный налог, бұл біздің КХС, НДС, қосылған құн салығы біздің жанама салық болып келеді. Жанама салық дегеніміз, сіз мысалы базарға барып, қандай да бір киім алсаңыз, зат алсаңыз, сол заттың құнына қосымша қосылған салық бар. Бұл салықты негізі төлеу, сіз мемлекеттік бюджетке төлеуді өндіруші сіз арқылы төлеп отыр. Бұл дегеніміз, сіз егер қандай да бір затты алсаңыз, сол заттың құрамында НДС қосылған болып келеді. Осы НДС қосылған сіздің затыңыздың бағасын өзгертіп отыр. Енді сол қарап отырсаңыз, НДС өзгерсе, сол заттың бағасы да өзгереді. Сол себепті қазір халық шулап отыр, кәсіпкерлер шулап отыр. Яғни қосылған құн салығы мемлекетке төленеді. Бірақ ол мемлекетке төлеуді өндіруші арқылы сіз жеке тұлға, тұтынушы, потребитель, сіз төлеп отырсыз. Бұл дегеніміз, егер де НДС-тің бағамын арттырсаңыз, қазір НДС бізде 12% болып келеді. Ал енді оны 20%-ға арттырып жіберсеңіз, сіздің барлық тауар өнімдеріңіз, қызметтеріңіз сол 8%-ға арта қымбаттай бастайды. Ал ол тауар мен қызметтердің қымбаттауы әрине ешкімге де қандай да қолайлы жағдай туындырмас. Қарап отырсаңыздар, негізі жыл сайын біз инфляцияға байланысты біздің бағаларымыз өсіп отырады. Ол сол өсіммен қатар енді НДС-ті өсірсе, оның өсімі одан да артып кетеді. Бірақ сіздің жеке табысыңыз, жалақыңыз өспейді ғой. Сол себепті бұл да енді жеке қаржыға, өзіңіздің жеке қалтаңызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Бұл енді біз жеке тұлға ретінде қарастырып отырмыз. Ал енді кәсіпкерлерге қандай әсерін қарастырып өтейік. Мысал ретінде, біз егер мысалы ресторан деп айтамыз ғой. Средний ресторанды алатын болсақ, олар мысалы өздерінің өнімдерін жасау үшін бір ИП Марат деген бір жеке кәсіпкерден лаваш алып отырайық дейік. Ол ИП Марат өзінің бүкіл семьясымен, отбасымен сол лавашты күні-түні жасайды. Ол лавашты жасап отырып, ол мысалы жылына бір 15 миллиондай ақша немесе 20 миллиондай ақша тапса, сол да жақсы, бірақ ол мысалы ИП Марат өзінің НДС-та тіркелмеген. Ал енді сеть ресторанов НДС төлеуші болып келеді. Заңды тұлға ретінде НДС төлеуші. Өйткені НДС төлеуші емес, бұл сіздің өзіңіздің оборотыңызға байланысты. Жылдық оборотыңыз 20 мың МРП-дан асып отырса, сіз НДС төлеушісі болып тіркелесіз. Және де сол сеть кофеин, сеть ресторанов ИП Мараттан лавашты енді алғысы келмейді. Себебі ИП Марат НДС-те тіркелмеген. Және де өзінің НДС бағамын азайту мақсатында, зачет деп айтамыз ғой да, сеть кофеин, сеть ресторанов басқа бір НДС-те тіркелген кәсіпкерді іздей бастайды.
жасайды. Лаваш жасайтын ИП Марат өзінің отбасылық кәсібі аясында табыс көзінен айырылып қалады. Бұл дегеніміз жалпы жеке кәсіпкерлер, микро кәсіпкерлердің табысына әсерін тигізуі. Бұл экономикалық кризисқа келіп келеді. Әрине, НДС-тің көтеру мақсаты мемлекет үшін ол өзінің бюджетінің дефицитін жою мақсатында көтергісі келіп отыр ғой. Бірақ бұл қысқа мерзімді әдіс қана. Бұның ұзақ мерзімді кері әсері одан да жоғары болып келеді. Сонымен осы роликта біз НДС-тің не екенін, және НДС-тің жанама салық екенін, және НДС-тің көтеруі қандай әсерін тигізетінін қарастырып өттік. Егер де сізде қосымша сұрақтар болса, комментарийда жазып өтіңіздер. Өзіміз отырып шай ішейік.